110-шы сабақ. Өткенді бекіту. Мен жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табуды үйренемін. Әлия мен Сырым Қазақстан қорықтары туралы кітапты оқыды. Балалар, оқулықпен жұмыс. Балалар, қазір кітабымыздың 16-шы бетіндегі бірінші есепке назар аударайық. Қорықшы тік ұшақпен қорықты айналып ұшып жүргенде 3 құланды және одан 3 есе артық төлдерін көрді. Құландарға қарағанда төлдерінің нешеуі артық? Не белгілі балалар? Дұрыс айтасыңдар. 3 құлан белгілі және төлдері 3 есе артық. 3 есе артық десе не істейміз балалар? Дұрыс айтасыңдар. 3-ке 3-ті көбейтеміз. Құландарға қарағанда төлдерінің нешеуі артық дейді. Ендеше бізде төлдерінің нешеу екенін таптық. Құландардан нешеуі артық екен, яғни бұл салыстыру есеп. Не істейміз? Азайту амалын қолданамыз. Жарайсыңдар. Ендеше өзіміз орнымызда отырып, қазір шығара береміз балалар. Ары қарай бөлігі. Көлде 18 аққу жүзіп жүр. Ал қара аққу олардан 3 есе кем. Көлде барлығы неше аққу және қара аққу жүзіп жүр? Не белгілі? Аққу 18 аққудың ұшып жүргені және қара қудың олардан 3 есе кем екені. 3 есе кем десе қай амалды орындаймыз балалар? Бөлу амалын. Барлығы неше аққу мен қара аққу жүзіп жүр? Не істейміз ендеше? Қосамыз барлығын табу үшін, яғни бұл есепте 2 амалмен орындалады. Б. Орман шетінде 12 марал және олардан 2 есе кем төлдері шықты. Орман шетінде барлығы неше марал шықты? Яғни бұл жерде не істейміз балалар? 12 марал белгілі, 2 есе кем төлдері шықты дейді. 2 есе кем десе не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. Бөлеміз. Барлығын табу үшін қосамыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі. Көлдің жағасында 36 көк құтан және олардан 9 есе кем ақ құтан тұр. Көл жағасында барлығы неше құс тұр? Көк құтан қаншау? 36. Ақ құтан белгісіз, 9 есе кем. 9 есе кем десе бөлеміз. Дұрыс айтасыңдар. Барлығын табу үшін қосамыз. Жарайсыңдар балалар. Есепті түсінсек, өзіміз орнымызда отырып шығарамыз. Және де қазір менімен бірге отырып тексереміз. Уақыт кетті балалар. Шығарып көрейік. Енді кәне балалар, есептерімізді тексеріп отырайық. 3 көбейту 3, азайту 3, 6. Келесі есебіміз 18 қосылған 18 бөлінген 3 тең 24-ке. 12 қосылған 12 бөлінген 2 тең 18-ге. 36 қосылған 36 бөлінген 9-ға тең 40-қа тең. Барлығымыз өрнекті дұрыс таптық деп, есепті дұрыс шығардық деп ойлаймын балалар. Кітабымыздағы 16-шы беттегі екінші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, мысалдарды есепте.
Балалар, бұл жерде біз 6 мен 4-тің көбейтіндісі қосу 25. Бірінші не істейміз? 6-ға 4-ті көбейтіп, содан кейін ғана қосу амалын орындаймыз, балалар. 27 мен 3-тің бөліндісі қосу, жақша ішінде 19 қосу 6. Балалар, бұл өрнекте біз бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Содан кейін 27 мен 3-ті бөлеміз. Шыққан санды жақшада шыққан санға қосамыз, балалар. Ендеше бұл есепті қазір өз бетімізбен отырып орындаймыз. Енді балалар, кітабымыздағы 3-ші тапсырманы қарайық. Салыстыр дейді. Есептерді салыстырамыз, балалар. Есептемейді, салыстырсақ болады, өте жеңіл есеп. 5 пен 3-тің көбейтіндісі. Салыстырамыз 9 пен 3-тің көбейтіндісіне. 5 пен 3-тің көбейтіндісі нешеге тең, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 15-ге тең, ал 9 пен 3-тің көбейтіндісі 27-ге тең. Ендеше салыстыру амалын орындайық. Бірінші не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. 5 пен 3-тің көбейтіндісі кем 9 пен 3-тің көбейтіндісінен. Келесі есепті шығарамыз. 15 пен 3-тің бөліндісі. Салыстырамыз 15 пен 3-тің қосындысына. 15 пен 3-тің бөліндісі тең 5-ге, ал 15 пен 3-тің қосындысы 18-ге тең. Дұрыс айтасыңдар, балалар. 15 пен 3-тің бөліндісі кем 15 пен 3-тің қосындысынан. 3 пен 8-дің көбейтіндісі 8 пен 3-тің көбейтіндісімен салыстырамыз. Ендеше, балалар, бұл жерде қандай ережені есте сақтаған дұрыс? Дұрыс айтасыңдар. Көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Яғни 3-ке 8-ді көбейтсек те 24, 8-ге 3-ті көбейтсек те 24-ге тең болады екен. Яғни бұл жерде тең амалын қоямыз. Ары қарай келесі бағанды, балалар, өз орнымызда отырып шығарып көрейік. Балалар, енді оқулығымыздағы 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Сен зерттеушісің дейді. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Қане қараймыз, балалар. 4 пен 3-тің көбейтіндісі нешеге тең болады? Дұрыс айтасыңдар, 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Енді, балалар, 85 пен 12-нің қосындысы нешеге тең болады? 85 пен 12-нің қосындысы 97-ге тең. Жарайсыңдар, балалар. Келесі өрнекті қараймыз. 32 мен 8-дің бөліндісі нешеге тең болады, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 4-ге тең болады. 9 пен 2-нің айырмасы? Дұрыс айтасыңдар, 7-ге тең болады. Ендеше 4 пен 7-нің көбейтіндісі қаншаға тең? 28-ге. Жарайсыңдар. Енді, балалар, біз есепті дұрыс шығардық па? Жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс шығарған екенбіз, балалар. Жарайсыңдар. Үйге тапсырма 17-ші беттің 4-ші есепті шығарып келеміз. Салыстыру есебі.